Қыс мезгілі. Қыс ең суық жыл мезгілі. Қыста қар жауады. Қар үйдің шатырларына, ағаштарға, жерге түседі. Айналаның бәрі әппақ. Күн қысқарып, ерте батады. Түн ұзын болады. Өзен мен көлдердегі су қатып, мұзға айналады. Ағаштар жапырақсыз тұрады. Тек қарағайлар мен шыршалар жасыл болып тұрады. Кейбір жануарлар қысқы ұйқыға жатады. Ал қоян сұр тонын ақ тонға ауыстырады. Қыста құстарға жем табу қиын. Оларға қыстауға көмектесу үшін жем беру керек. Ауа райы суық болғандықтан адамдар жылы киімін киеді. Жемпір, колготкалар, комбинезон, құлақшын, етік, күртеше мен қолғап. Қар құрғақ болса, шанамен төбешіктен сырғанауға болады. Таза ауада шаңғы тепкен қандай керемет! Қарашы, бала коньки теуіп жүр. Егер қар жабысқақ болса, оны лақтырып ойнауға болады. Балалар көңілді ойнап жатыр. Қарды домалатып, ақ қала жасауға болады. Ақ қалаға құлақшын мен мойын орағыш кигізіп, көмірден көздерін жасап, аузын салып, сәбізден мұрнын жасауға болады. Қыс мезгілінің 3 айы бар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Желтоқсан айында барлық адамдар шыршалары мен үйлерін безендіреді. 31 желтоқсанда сағат түнгі 12:00-де жаңа жыл мерекесін тойлаймыз. Бұл сиқырлы және ғажайып мереке. Балаларды құттықтауға Аяз ата мен Ақшақар келеді. Аяз атада сиқырлы қап бар. Оның ішінде балаларға арналған сыйлықтар жатыр. Қаңтар айында қатты аяз болады. Терезеде әдемі аяз өрнектерін көруге болады. Ақпан айында қарлы борандар болады. Күндіз күннің көзі жылынып, шатырлардағы қар ери бастайды. Тамшылар төмен ағып, қатып қалады. Қатып қалған тамшының үстіне тағы тамшы түсіп қатып қалады. Сосын тағы тамшы, тағы тамшы. Солай сүңгі өседі. Ұзақ, аязды қыстан кейін көктем келеді.